Досым, скейтборд деген ол ерекше нәрсе. Оған тек қана американецтер емес, тек қана қазақтар істейді. Көбінесе ойлайды шығар, Нұрболат, сен шайып кеткенсің ба? Чё за скейтборд, чё за мына қазақтың ұлттық аттары қайда деп. Ал мен сендерге айтам. Это 21 век, бейби. Хоть карантин кезінде мен деген уже скейтбордты біршама трюктарын білем. И сол трюктарды сендерге айтуға дайынмын. Ал ендеше бастайық. Менің прыщыма мән бермей қойыңдар, өйткені переходный возраст. Бірінші трюктің аты ол Олли. Трюктің өзін қатты білмеймін. Да ну сен бе? Сальто назад дейді. Пока, родной. Курение вредит вашему здоровью. На чем я остановился дейсіз? Иә, солай достар. Менің қасымда қазір ұлан досым. Келе ғой досым. Мен саған бүгін трюк үйретемін. Міне, ұлан деген досым. Подписаться етіңдер оның каналына. Канал жоқ да. Менің каналым бар. Оператор Бержан. Соған да подписаться етіңдер. Давай, Улан. Давай. Ты сможешь. Екінші трюктің аты скалаға міну. Біз міндік скалаға. Жетістікке қуансақ та болады. Осыны жетістікке қуанам. Өйткені бұл жетістікті көп адамдар жете бермейді. Және де скейтборд көбінесінде жоқ. Не деп кеттім? Көбінде жоқ скейтборд. Бірақ көбінде iPhone бар. Мен бірге кеттік, столицамды көрсетем. Қандай столица? Көріп тұрғаныңызда мен сендерге көп совет бермеймін. Бірақ осы видеода совет беруім керек. Ешқашанда мынандай зат істемеңдер. Сендер авторитетін түсіресіңдер. Скейтбордты айдап үйрену керек. Скейтборд типа жылқы, бірақ кішкентай. Мен баяғы кезде американский фильмдерді қарағам, сериалдарды қарағам, мультиктерді қарағам. И сол жақта пенниборд или скейтборд дейма, солар сондай болады. Көбінесе скейтборд ойнайды. И сол скейтбордқа қарап қызықтым бар, ол қалай да екен олар. Қалай не істейді екен? Қалай андай қылады екен? И алдым мен өз ақшама осыны. Айтам, мен апамдікі ойнайды. И какой совет может дать Куангали? Ешқашанда біз сияқты қумаңдар. Бежан, просто так түсіре салшы, мен ең соңында бүйтіп красивый музыкамен қойып қоймын сөзімді. Достар, сендер наконец-то үйрендіңдер менің профессиональный Куангали скейтбордынан қалай скейтборд трюк жасауды. Ал енді осы видео лайк басып, комментарий лақтырып кетіңдер. Лақтырмаңдар, жазыңдар. Ал енді пока-пока, чао, достар.